Нұр-Сұлтан қаласының полиция департаменті ағымдағы жылғы 20 сәуірден бастап халықтан заңсыз сақталған атыс қаруларын, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды сатып алу бойынша акция өткізеді. Ерікті түрде тапсырылған әрбір қару-жарақ және оқ-дәрі үшін олардың түрлеріне байланысты 10-нан 100 айлық есептік көрсеткішке дейін ақшалай қаражат төлеу көзделген. Тіркелмеген қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды өз еркімен тапсырған адамдар қылмыстық жауаптылықтан босатылады. Қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласы Алматы ауданы бойынша 1 ойық ұңғылы, 4 тегіс ұңғылы қару тапсырылды. Туындаған сұрақтар бойынша келесі телефондарға қоңырау шалса болады. Нұр-Сұлтан қаласы полиция департаменті Алматы ауданы әкімшілік полиция бөлімі телефоны 71 67 37, кезекші бөлім нөмірі 71